Спорт жаңалығына кезек берсек, 6 шілде күні Елордада бокстан өткен World Boxing Cup Астана 2025 әлем кубогының кезеңі өз мәресіне жетті. Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өткен халықаралық жарысқа ондаған елден 400-ден аса спортшы қатысқан. Осы дүбірлі додада Қазақстанның намысын қорғаған Ұлытау облысының спортшысы Айдана Забынбекова жүлдегерлер қатарынан көрінді. Айдана Забынбекова бокспен айналысқанына 10 жыл болған. Оның бұл спортқа деген қызығушылығы бала күннен әкесінің ықпалымен оянған. Жылдар бойы тынымсыз еңбек, үздіксіз жаттығу мен отбасының қолдауы халықаралық аренада жетістікке жетуіне үлкен әсер еткен. Бұл жолғы жеңісі Қазақстан құрамасының қоржынына қосылған маңызды үлес қана емес, сонымен қатар елімізде бокстың қарқынды дамып келе жатқанының айғағы. На этот турнир мы готовились 2 месяца. Бұл жарысқа біз 2 ай бойы дайындалдық. Іріктеу кезеңде 2 қарсыласпен спарринг өткізіп, екеуінде де жеңіске жеттім. Содан кейін әлем кубогына жолдама алдым. Онда 2 жекпе-жек өткіздім. Біріншісі америкалық, екіншісі үнді спортшысымен болды. Өз елімде алтын алғым келді, бірақ бұл жолы қола жүлдеге ие болдым. Айдананың жеңісі жеке бапкері үшін де үлкен мәртебе. Оның айтуынша әлемдік аренада көріну үшін тек қабілет аздық етеді. Темірдей тәртіп пен қажырлы қайрат та қажет. Айдана бокспен қатысқанына 10 жылдай болып болды. Айданамен біз Астанада уже 2 жылдан аса жұмыс істеп жатырық. Айдана қызымыз биыл Қазақстанда 2-ші орын алды. Странжы малый чемпионат мирада 2-ші орын алды. Енді мынау Аллаға шүкір, Астанада елімізде өтіп жатқан әлем кубогында 3-ші орын алып отыр. Айта кету керек, Айдана ұлттық құрама сапында өнер көрсетеді. 2016 жылы ол бокстан спорт шебері атанған. Алмас Әлімжанқызы, Айдос Өмірбекұлы, Ұлытау телеарнасы.